алаңдайтын дәнеңе жоқ. Адамдарым олардың ізіне түскен, рас айтам. Олар қайда жасырынғаныңды білмейді. Сөз берем, сөз. Білгенде қандай? Біздің жоғалып кеткенімізді білет. Оларда ізгесуші айдаһарлар бар. Бізге тиісетін болсаң, екің келет те сазайыңды берет. Көңіл аударма, рас айтам. Қайтесің? Стойк көсемнің жалғыз ұлы, Бьорк аралының мұрагері. Біле білсең, әлемдегі ең мықты айдаһар бағындырушы. Айдаһар бағындырушы? Айдаһарды мен ғана бағындыра алам. Қош. Қайдағы? Бері қара. Бізді тап қазір босатпасаң, түнгі фурияға мініп, жетіп келетте, мына кемеңнің күл талқанын шығарат, ұқтың ба? Жас балаша шырылдап жылайсыңдар. Әзіл қой. Тауып айттың, сұлуым. Балалар ылғи шырылдап жылайды, ауыздары жабылмайды. Басында жалғыз ғана шабандоз еді. Енді Бьорк халқы түгел айдаһар мініпті. Ол аздай мыналарда келдің. Драго! Драго! Дайындықты түгел тоқтатыңдар. Айдаһар мінген шабандоздардың аралына шабуыл жасаймыз. Ең басты айдаһарларын тізе бүктіреміз. Сосын Бьоркты басып аламыз. Мананың көзін құртыңдар. Драго, өтінен! Найсақай! Жоқ! Достым, Драго қашан шабуыл жасар екен деп қол қуыстырып отырғанымыз жарамас. Оның өзіміз іздеп табамыз. Кеттік. Тыныш. Мұныңыз не? Мұнда қалай тап болдыңыз? Сені бұл жерден алып шығу үшін келді. Біз. Ешкім жоқ. Қызыл ер жүр. Әке, сізге айтар жаңалығым бар. Я, жолшыбай айтарсың. Негізі жолшыбай айтылатын әңгіме емес. Жетер енді. Мұндай жаңалықты асықпай жеткізу керек. Өтінем. Сөйлескін келіп тұр екен. Әке, менің айтқалы тұрғаным жай нәрсе емес. Көңіліңізден шығатыны анық. Әке, рас айтам. Әйтеуір, сабырлық сақтағаныңыз дұрыс болар. Негізі мұны өз көзіңмен көргенің үшін. Мәс саған. Әке, өтінем, қылышыңызды салып қойыңыз. Не айтатыныңды білеміз, Стойк. Неге бұлай істедің? Осынша жыл қайда жүрсің дейсің ғой, я? Неге үйге? Ұлымызға оралмағанымды білгің келетін шығар. Сенің өзгергеніңді қайдан білейін, Стойк? Арал тұрғындары түгелімен өзгеріпті. Қан төгісті тоқтатып, басқа малын табу керек деп талай рет айтты. Міне сондықтан өмірімді үйленген емеспін. Негізі бұдан басқа тағы бір себеп бар. Екеңді жалғыз өзің өсірдің. Жанында болмағаным дұрыс деп ойладым. Қателескен екем. Енді көзім жетті. Бірақ... неге үндемей тұрсың, Стойк? Қане айғайла, ұрыс. Бірдеңе десеңші енді. Қане айтшы. Сол баяғыдай әлі де сұлу екенсің.